Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз дәл осындай жұмсақ сүзбелі шоколадты пирог дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. 3 жұмыртқаға қант қосып ағарғанша араластыратын боламыз. Жұмыртқа ағарғаннан кейін сұйық май мен жылы сүтімізді қосамыз. Сұйық майдың орнына ерітілген май қоссаңыздар да болады. Келесі кезекте ұнымызға қопсытқышты ванилин және де какаоны қосып жақсылап араластырып, електен өткізіп қосатын боламыз. Бәрін бірден қосып жібермей, 2-3 бөлікке бөле отырып қосып араластырамыз. Достар, менің каналымда өте қарапайым қолжетімді рецепттер бар. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер де қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің каналымдағы жаңа рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Мінекей дайын болды. Енді келесі кезекте бетіне әсемдейтін сүзбені қант қосып араластырып, оған ванилин қосамыз және де 1 жұмыртқаны қосып жақсылап араластырып аламыз. Блендерден өткізсеңіздер де болады, болмаса осылайша вилканың көмегімен араластырыңыздар. Арнайы қалташаның көмегімен пирогтың бетіне құятын боламыз. Табамызға құйып алдық. Енді келесі кезекте сүзбемізбен бетін әсемдейміз. Түгел әсемдеп болғаннан кейін пешімізге 40 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз. Ыссы күйінше де өте тез желініп кететін осындай дәмді пирогтың рецептісін менің YouTube каналымнан көре аласыздар. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ, шаймен бірге жесеңіздер болады. Дайындалуы да өте оңай, өте керемет пирогтың рецептісі. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.